Солай де? Иә, ақсақал, құдай қаласа үйленейін деп жатырмын. Ой, молодец. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Иә, солай. Енді үй болу оңай, не дейді? Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Иә. Өзің дайынсың ба үйленуге? Оған не дайындық керек? Ақша бар, жинап тастаған. Ақмақ, ақша бар деп қояды ғой. Сен мал алайын деп жатсың ба? Жоқ. Адам алайын деп жатсың ғой, сен бір үйдің қызын аманатқа алайын деп жатсың ғой. Ой, дайындық керек қой адам ғой. Отыр мен саған әңгіме айтайын біраз. Не дайындық керек ақсақал? Бері қара. Баяғыда бір батыр болған екен. Сол бір қызға ғашық болған екен, сұлу қызға. Ол заманда сұлу қыздарды я бай алады, я батыр алады. Сонда батыр қайтыпты ана қыз. Мен сізге тұрмысқа шықпаймын депті. Ой, сіз батырсыз. Соғыстан келесіз, үлкен даудан келесіз, разборкадан деген. Үйге келіп ашуланып кеп, анаң ашуын бізден аласыз. Талай батырдың семьясын көрдім ғой. Мен сізге тұрмысқа шықпаймын, маған тыныштық керек депті. Қорыққан ғой. Сонда батыр айтқан екен. Мен уәде берем депті. Міне, уәде берем, қандай жағдайда да үйге кіргенде күліп кірем депті ғой. Мінекей. Сөйтіп қандай разборкадан келсе де, по черному, по красному, қандай жағы даудан келсе де, үйіне күліп кіретін бопты. Уәдесінде тұрыпты. Бір күндердің күнінде, енді анау даудың аяғы соғысқа айналып, сол соғыс барысында әйтеуір байқаусызда бір арқасына қанжар салып жіберіп қойды батырдың. Сонда жаңа қансырап өзінің сұлу келіншегін соңғы рет көріп қалайшы деп, үйіне қарай жүгірген екен ғой жаңа пышағымен арқасында. Сол үйіне әзер жетіп, есігін барып ұстағанда бәйбішесі алдынан шыққан екен. Сонда ана күлген екен ғой бейшара. Деп күлген екен ғой, көрдің ба? Мінекей. Өзің ойлашы, арқаңда пышақ тұр, қалай күлесің? Сен қазір құйрығыңа ине тығып алса қалай күлесің? Міне сондай батырлар болған, батырлар. Сонда анау жаңа бәйбішесі не болды дегенде, мен саған разымын, сен маған разысың ба? Мен уәдемде тұрдым, сен маған разысың ба дегенде, разымын деп өкіріп жылап жіберген екен ғой бәйбішесі. Міне сондай болу керек. Қандай жағдайда да үйіңе күлгенде күліп кіруің керексің. Үйіңе кіргенде ұрыстың ба? Ата-анаң ұрыстың деп есепте. Келіншеңді ұрдың ба? Ата-анаңды ұрдым деп есепте. Келіншеңді ренжіттің ба? Ата-анаңды ренжіттім деп есепте. Өйткені сен түзде жүргенде үйде ол сенің ата-анаң жағдайын жасайды. Сен ренжітсең, ол сен жоқта ата-анаңды ренжітеді. Дайынсың ба осыған? Ақсақал, пока қоя тұрам ау? Не уверенсің ғой өзіңе? Соған дайын болсаң үйлен, болмаса ойлан. Түсіндің ба?